Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сіздермен балдәурен үйірмесін жүргізетін мен Тлеулиева Гүлнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық, зор байлық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты адам денсаулығының қымбаттылығын, өмір сүру үшін қажеттілігін, бағалы байлық екендігін түсіндіру. Дұрыс тамақтанудың денсаулық үшін маңыздылығын түсіндіру. Балалар, денсау адам ең бай адам. Әрбір адам өз денсаулығына немқұрайлы қарамау керек. Сендер денсаулықтарың мықты болу үшін кішкене кездеріңнен бастап спортпен шұғылдану керексіңдер. Халқымыз дені саудың жаны сау, денсаулық зор байлық деп бекер айтпаса керек. Балалар, денсаулықтың достарын білеміз бе? Кәнекей қарайықшы, сендер спортпен шұғылдансаңдар, дендерің сау болады. Және таза ауада үнемі серуендеген дұрыс. Содан кейін сендердің көңілді жүрулерің де денсаулыққа әсер етеді екен. Сондықтан көңілді жүруге тырысайық. Балалар, дұрыс ұйқының да адам денсаулығына пайдасы бар екен. Сендер уақытында тұрып, уақытында ұйықтауларың қажет. Және үнемі демалу қажет. Бірінші, тазалықты сақтау керек. Бұны есімізден шығармайық. Және де дұрыс тамақтану қажет. Сендер зиянды тағамдарды көп жеу зиян екенін білесіңдер ме? Шынығу, үнемі спортпен айналысып, шынығу қажет. Ал сендер денсаулықтарыңа қандай нәрсе зиян екенін білесіңдер ме? Қараңдаршы, дұрыс тамақтанбау, ашушаңдық, күн тәртібін сақтамау, салақтық, зиянды әдеттер осы денсаулықты құртатын бірден-бір нәрселер екен. Ал денсаулықтың достары жаңа айттық, көңілді жүру, спортпен айналысу, дұрыс ұйықтау, демалу екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сендер білесіңдер ме? 7 сәуір дүниежүзілік денсаулық күні екен. Балалар, қазір денсаулық жайында бейнеролик тамашалайықшы. Денсаулық. Адам бойында вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Жаттығулар денені сергек әрі шымыр етуге көмектеседі. Қан айналымын реттейді. Жүрек пен өкпеге күш береді. Бұлшық еттерді ширатып, сүйектердің қозғалысында реттейді. Дене шынықтыру, көңіл күйдің де көтеріңкі болуына көмектеседі. Жаттығу кезіндегі қауіпсіздік шарасы. Денеге бірден көп күш түсірмей, жеңіл жаттығулардан бастап, денені қыздырып алу керек. Денен қатты қызып, жүрек соғысы жиілеген кезде, жаттығуды бірден тоқтатпай, денені жайлап суытып, жүрек соғысы қалпына келгенше қозғалысты бірте-бірте бәсеңдеткен дұрыс. Алқынып тұрып, су ішуге болмайды. Қалыпқа түскенше күткен жөн. Әрі желден сақ болу керек. Балалар, 4-ші артық деген ойын ойнап көрейікші.
Бірінші қатардан зиянды тағамдарды алып тастайықшы. Қайсысы зиянды тағам екен? Жарайсыңдар балалар. Бұл қуырылған картоп, дұрыс айтасыңдар. Келесі екінші қатарға қарайық. Қай тағам зиян? Дұрыс. Қытырлақ картоп, яғни чипсы деп айтасыңдар, сендер? Жарайсыңдар. Келесі үшінші қатардан зиянды тағам қайсы? Дұрыс. Газды сусын, яғни кола. Төртінші қатардан қай тағам артық? Жарайсыңдар. Мармелад, себебі тәттіні өте көп жеуге болмайды екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі, мен сендерге сұрақ қоямын, соған я немесе жоқ деп жауап беріп көрейікші. Дәрумені мол тағамдарды, жемістер мен көкөністерді жеу керек пе? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Я, жеу керек. Күніне бір рет тісті тазалау жеткілікті ме? Дұрыс айтасыңдар балалар. Күніне неше рет тазалау керек? Дұрыс, 2 рет тазалау керек. Тамақ ішерден бұрын қолды жуу шарт па? Жарайсыңдар балалар, әрине шарт. Жаттығу жасап, спортпен айналысу керек пе? Дұрыс балалар, әрине жаттығу жасау керек. Мектепте де, үйде де тазалықты сақтауымыз қажет пе? Дұрыс айтасыңдар. Я, сақтау керек. Тазалық бірінші орынға қоюымыз керек екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз денсаулық, зор байлық тақырыбында сабақ өттік. Сендер денсаулықтарың мықты болу үшін спортпен шұғылданып, таза ауада серуендеп, зиянды тағамдарды жемеңдер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.